емес деп ойлайды. Ұзын қамалда шындығында патшалықты жаулап алған жалмауыз болып табылатын патшайым Регина ғажайып ағаштың алдына келеді. Күннің сәулесі ағашқа түскен кезде бұтақтағы алмалар қызыл туфлиге айналып шығады. Сол қызыл туфлиді киген жалмауыз сол сәтте сұлу жас бойжеткенге. Бірақ бұл әсер ұзаққа созылмай туфли күлге айналып, Регина қайтадан өзінің ұсқынсыз кәрі бейнесіне оралады. Түнге таман ол ағашқа Регинаның асыранды қызы Томбақ Белоснежка жақындайды. Залдағы миньондардан тығыла отырып өзінің әкесінің күнделігін тауып алды. Күнделіктен ол Регинаның бір кездері патшалықтың алдында өте сұлу қыз кейпінде пайда болғанын біледі. Көп өтпей патша Регинаны әйелдікке алған екен. Патша Регинаның ерекше айнасы бар ғажайып ағашы өскен сайын патшалықтағы халықтың саны азайып бара жатқанын ұғынады. Айнамен сөйлесіп тұрған Регинаның артынан аңдып, патша Регинаның шындығында жалмауыз екенін түсінген. Белоснежканы мұнаралардың біріне